Адам көбіне ағзада болып жатқан өзгерістерді елей бермейді, тіпті байқамауы да мүмкін. Сол сияқты витамин тапшылығында дер кезінде білмей, сезбей қалу жиі кездесетін жағдай. Ал витамин тапшылығын қалай анықтауға болады? Төмендегі сұрақтарды өзіңізге қойып көріңіз. Аяқ-қолыңыз жиі ұйып қала ма? Әлде аяғыңыз тез талып, әсіресе баспалдақпен көтерілгенде балтыр тұсында шаршау, әлсіздік сезіле ме? Жүрек қағысының жиілеуі, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, адамдардың түрін танып тұрғанмен атын еске түсіре алмай қалу, қолдағы затыңыздың қайда тұрғанын ұмыту жиіледі ме? Бұл тиамин мен В1 витаминінің жетіспегеннен болатын белгілер. Әйткенмен жарасы жеңіл. Жүгері, қара нан, фасоль, шпинат, сыра жылқысы мен сәбізді жиі тұтыну, күнделікті ас мәзіріне енгізу арқылы жағдайды қалыпқа келтіруге болады. Соңғы кездері жиі суықтап қала бересіз бе? Аз қозғалыстың өзіне бойыңызды әлсіздік билеп, басыңыз себепсіз ауыра ма? Бұл сізде пантотен қышқылы мен В3 витаминінің тапшы екенін білдіреді. Жасыл бұршақ, сиырдың бауыры, әсіресе бұзау, қызыл фасольді жиі тұтыну арқылы аздың орнын толтырып, жоғарыдағы жайсыздықтан құтылуға болады. Қанша күтім жасасаңыз да қол мен бет терісі құрғап, жарылып кете бере ме? Шашыңыз көп түсіп жүр ме? Күтпеген жерден басыңыз айналып, тез қойып қала ма? Бұл ағзаға пиридоксин мен В6 витамині қажет деген сөз. Оның орнын бұршақ, яғни горох, өңделмеген күріш толтырады. Осы тағамдарды жиі тұтынуға тырыс. Түнде дұрыс тынығып, жайлы ұйықтасаңыз да таңертең аяқтарыңыз, әсіресе балтырыңыз қатты талып шаршап тұра ма? Бет пен қол терісі қабыршақтанып, қайызғақтанып кете ме? Бұл ағзаңызға рутиннің жетіспейтінінің белгісі. Керегіңізді қызылша, брусника, анар, қара өрік, итмұрын жемісі мен сәбізден табасыз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, десе де дәрігермен кеңесуді ұмытпағаныңыз абзал.